Айт мұсылмандардың ұлы мейрамы. Ислам дінінде екі мереке бар. Ол ораза айт және құрбан айт мерекесі. Айт араб тілінен аударғанда мереке, мейрам дегенді білдіреді. Мағынасы оразаның қарымтасы, берілетін жыл сайын қайталанып келетін қуаныш пен шаттыққа толы мереке. Бұл күні бір ай бойы ораза ұстаған адам марапат, құрметке ие болады. Ораза айт мерекесі Шәуәл айының 1-ші күні басталып, 3 күнге созылады. Ол күні ертерек тұрып, ғұсыл алып, мешітке айт намазына хош иісті болып бару пайғамбарымыздың сүйсіне жасайтын амалынан екен. Сондықтан да бұл амал мұстахаб саналады. Себебі бұл қасиетті жұма сияқты көпшілікпен ашық жарқын араласатын күн. Жұма күні қандай амалдар сүннет болса, айт күніне де солай. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып каналымыздың дамуына үлес қосыңыздар. 3 күн тойланатын айт мейрамы алдымен айт намазын оқумен басталады. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед өз өсиетінде айт күні бірінші орындайтынымыз намаз оқу деген екен. Бұл намаз исламның ұраны болғандықтан пайғамбарымыз Мұхаммед өмірінде оны бір ретте қалдырмай оқыған. Айтта мұсылмандардың бір-бірімен татулықтарын арттыруы мерекенің негізгі сәні. Осы мақсатта пайғамбарымыз бір-біріне сыйлық беріп татуласыңдар. Бір-біріне берген сыйлықтарын араларындағы өшпенділікті жояды деп өсиет еткен. Осы айтқа байланысты бір сүннет амалы жайында хадисте пайғамбарымыз айт күні мешітке барған жолымен қайтпай, басқа жолмен қайтатын еді делінген. Бұл да әрбір мұсылман үшін сүннет. Пайғамбарымыз Мұхаммед айт намазын ешқашан тастамаған және өзгелердің де намазға шығуларын бұйырған. Сондықтан Әбу Ханифа мәзхабында ораза айт намазына қатысу әрбір мұсылманға уәжіп. Айт намазы 2 ракаттан тұрады. Азан мен қамат айтылмайды. Жұма намазы секілді уақыттың кіруімен жамағатпен орындалады. Тек бір ғана айырмашылығы әр ракатында 3 рет Аллаху әкбар деп тәкбір айтылады. Бұл тәкбірлерді айтуда уәжіп. Мұсылмандар арасында ораза айт намазына барарда әдеттегідей сәресі ішіп, ауызды бекітіп бару керек деген мәлімет кең тараған. Алайда айт күні Рамазандағыдай сәресі ішудің қажет жоқ. Шариғатымызда мұндай міндет жоқ. Бұл күні Алланың разылығы үшін әрі мол сауап алу мақсатында бір ай бойы ауыз бекітіп, мұсылмандықтың 5 парызының бірін орындаған жандар Рамазан айымен қимай қоштасып, келесі Рамазанға есендікке жетулерін тілеп мінәжат етеді. Ал Рамазан айының аяқталуымен келетін 3 күндік ораза айтының қадір қасиеті ерекше. Бұл мереке туралы Абдулла ибн Масудтан жеткен хадисте мүмін пенделер Рамазан айының оразасын толық ұстап, айт күні намазға бет алғанда, Алла тағала періштелерге: "Ей, періштелерім, адамзат бейнет атқарса, ақысын талап етеді. Пенделерім мен парыз еткен оразаны атқарып, ақысын алуға мешітке бет алды. Олар мен үшін ораза ұстады, менің пәрменімен ауыз ашты, енді қуанышқа кенелсін. Сендер куә болыңдар, оларды жарылқадым" делінген. Тарихқа үңілсек, ораза айт 624 жылдан бері аталып келеді. Пайғамбарымыз Меккеден Мәдинаға көшіп келгенде жергілікті халықтың тойлайтын 2 мейрамы бар еді. Алланың елшісі жұрттан мұның қандай мереке екенін сұрағанда, исламнан бұрын тойлап келе жатқан мерекеміз деген жауап естиді. Сонда Расулулла: "Алла сіздерге бұдан да ұлық 2 мейрам берді. Олар Рамазан және құрбан айттары" деген екен. Айт күндері тәкбір айту дінде заңдастырылған амалдардан. Алла тағала Құран кәрімде: "Сендерді тура жолға салған Аллаға шүкірлік етулерің үшін санын толтырыңдар. Әрі Алланы ұлықтаңдар" делінген. Алла тағала баршамыздың құлшылықтарымызды қабыл етсін.